Мандела әсері шынымен есте сақтаудың бұзылуы ма? Бұл ұжымдық жат шатасу оқиғасын ғылыми қоғамдастықта әлі растаған жоқ. Және кейбір психологтар Мандела әсерін адам жадының ауытқуы деп санайды. Ал келесі айтатын фильмім ол сіздің дүниетанымыңызды толығымен бұзады. Оқиға Жүнбет есімді адаммен басталады. Осы кезде оны Мандела әсері мазалап жүрген. Ол қызының ертегі кітабының атауында е әріпі бар екені анық есінде, бірақ қазір әріп аға айналды. Жүнбет інісінен сұраса, інісі оның есінде де сол кітаптың атында е әріпі бар екенін айтты. Егер бұл бір ғана оқиға болса, таңғалмас еді. Бірақ бұл күні одан да оғаш оқиға болды. Ол байқаусызда отбасымен түскен суретті көріп қалды. Фотоның фонында да проблемалар бар. Жүнбет сол күні ғылым павильонында болғанын анық біледі. Ал суреттегі обсерваторияда емес, бірақ әйелі бұған мән бермеді. Ол күйеуінің психикалық ауытқуы бар деп ойлады. Өйткені жақында олардың қызы апатқа ұшыраған. Қызы теңіз жағасында ойнап жүрген, бірақ оның ойыншық маймылы суға түсіп кетеді. Ал қыз аламын деп терең су айдынына кіріп кетеді. Осылайша бақытты отбасы бұзылады. Ал әйелі күйеуін қатты қайғырғаннан есі ауысқан деп ойлады. Бірақ Жүнбет IT маманы болған соң бұны қарапайым іс емес деп ойлап интернеттен ақпарат іздеуге кірісті. Әрине, профессорлардың бірі Мандела әсерін атап өтті. Видеодағы адамдар әлем виртуалды. Ал дүниедегі барлық нәрсе бағдарлама кодтарының тізбегі ғана. Ал Мандела әсері дегеннің өзі алдау деп ойлайды. Дәл Жүнбет қарап тұрғанда әлдебір күш Жүнбетті әдейі тоқтатып тұрғандай кенет видео қата бастады. Осыдан кейін бірден Жүнбет өзі бұл істі пайымдай бастады. Ойын жасауда көп жылдық тәжірибесі бар ол. Соңына келгенде таңғаларлық қорытындыға келді. Әдетте жаттың шатасуының себебі әлемді басқаратын кодтың әрекетінен болуы керек. Ол асыға профессорға видео хабарлама жіберді, бірақ апта өтті. Ал Жүнбет мүлде жауап алмады. Уайымдап профессор жүрген мектепті тапты. Алдындағы Жүнбетке қарап, профессор оған дүниенің шындығын айтып берді. Ол есептеу арқылы дүниені қандай да бір күштің басқарып тұрғанын байқайды. Ал өмірімізде көріп жүрген көріністерді, мейлі ол ғаламда байқалатын аспан денелері немесе микроскопиялық әлемде кванттық түйісу, олар негізінен модельдеу бағдарламалық кодтары болуы мүмкін екенін айтты. Бірақ бағдарламашы ретінде Жүнбеттің де күмәні бар. Қандай компьютер бүкіл ғалам құрылымын басқара алады? Ал профессор оның жауабын берді. Бағдарлама адамдар жасаған ойынға ұқсайды. Бұл біз байқамаған көріністі жүйе бізге көрсетудің қажеті жоқ. Оны жай ғана жұмыс істейтін жадты азайту деп түсінуге болады. Бірақ Жүнбет әлі де мүмкін емес деп ойлайды. Профессор оны сендіру үшін кванттық компьютерді көрсетеді. Оның видеосына шектеу қойылуының себебі дүние ақиқатының құпиясын ашқаны. Алайда ол Жүнбасқа демонстрация жасап көрсетпек болған кезде менеджер кіріп келді де, мұнда бөгде адамдар кіруіне болмайды деді. Амалсыз Жүнбет алдымен үйіне барады. Бірақ кейін болған оқиға оның танымын толығымен бұзады. Бұл жігіт алдындағы көрініске таңғалды. Тұрған қызына қарап, оның рас екеніне сене алмай тұр. Өйткені осыдан бір ай бұрын ғана әйелі екеуі қызының жерлеу рәсімін өткізген болатын. Ауадан көрінген бұл қыз кім? Қатты қобалжыса да, Жүнбет жағдайды тексеру үшін жуынатын бөлмеге асықты. Алайда шымылдығын ашқанда қызы ғайып болды. Қасындағы әйелі де шошып кетті. Баласынан айырылғаннан кейін күйеуі әдеттен тыс әрекеттер жасайды. Ол шынымен қуып кеткен сияқты. Ойы адасып кеткен Жүнбет бөлмеге оралды. Кенеттен тағы да қызын орындықта отырғанын көреді. Алдындағы қызға тура қарауға батылы жетпеді. Бұл адам ба әлде елес пе? Жүнбет жан-жағына қарап сұрауға әлі батылы жетпей тұр еді. Осы кезде әйелі де төменге түсті. Екеуі құшақтасып тұрғанда Жүнбет қызымен тағы көз тіресіп қалды. Ол әйелінен қызды көресің бе деп сұраса, әйелі иә деп жауап берді. Алайда бұдан кейінгі жағдай Жүнбеттің өмірін түбегейлі төңкереді. Өйткені оның әйелі сол жадын мүлде жоғалтты. Бүкіл әлем өзгерген сияқты. Ал өмір қызының қайтыс болғанға дейінгі күйіне оралған. Ол тез арада туыстары мен достарынан сұраса, телефонның арғы жағынан ұрысқан дауысы естіледі. Оның тәжірибесі шынымен сәтті болғаны белгілі. Қызы қайтыс болғаннан кейін Жүнбет Мандела әсерімен жиі кездеседі. Сондықтан ол әлем жай ғана іске қосылған программа коды деп ойлады. Көптеген жылдар бойы ойын жасау тәжірибесі бар Жүнбет хост кодын сәтті өзгертті. Жүнбет тағдырын өзгертті деп ойлаған кезде, әйелінің жағдайы бірте-бірте қалыптан тыс болып, тіпті өзіне қол жұмсау туралы ойға келді. Жүнбет кодты өз қалауы бойынша бұрмалағандықтан әлем күйреуіне жақындады және барлық жерде жарықтар пайда бола бастады. Оның әдетте сүйкімді әйелі қатты ашушаң болып, Жүнбеттің затын лақтыра бастады. Мұны көрген Жүнбет амалсыз әйелін үйіне апарады. Келесі күндер тіпті қияли болды. Әйелінің психикалық жағдайы нашарлап барады. Тіпті қызына айқайлай бастады. Жүнбет қыздың деректері бүкіл бағдарламаны бұзғанын білген сияқты. Ол асығыс профессордан көмек сұрап барды. Ал Жүнбет профессорға айтпай сост кодын бұрмалаған екен. Алайда профессор 2 ай бұрын өмірден озған. Жүйе асыға бақтарды жөндеп жатқан сияқты. Ал Жүнбеттің қолындағы стакан бірте-бірте сынып бара жатыр. Сондықтан ол бағдарламаны қайтадан өзгертуді шешті. Бұл жолы Жүнбет тікелей қайта іске қосу кодын жазды. Ол қызының апатқа ұшырағанға дейінгі уақытына қайтпақшы. Орнатылған код іске қосыла бастағанда бүкіл әлемде өзгере бастады.
Автобустағы апай кенеттен жылтылдай бастады. Оның автобустан жерге қарай кетіп бара жатқаны көрінеді. Бірте-бірте жоғалып бара жатқан апайға қарап, Жүнбетті алдындағы көрініс бірден шошытты. Біздің әлем жай ғана кодтар тізбегі, ал өмірде көрген әрбір көрініс жалған екен. Шошып кеткен Жүнбет көліктен тез түсіп, қашып кетті. Кенет бір түрлі көрініс болды. Күн түнге айналды, ал ол бір қадам артқа шегінгенде түн қайтадан күнге айналады. Жүнбет жүрісін тездетіп, үйге қарай жүгірді. Айналасы да жол бойы жылтылдап, жапырақтарда сан алуан түске өзгеріп жатты. Жүнбет әлемнің кодын бұзғандықтан бүкіл әлем быт-шыт болу алдында тұрды. Ол бірақ осы кезде тіпті бүкіл ғаламның бөлшектеніп жатқанын байқамады. Ақырында Жүнбет үйіне кірді, бірақ келесі секундта ол үйге кіргенін қайталады. Жүнбет ойланып болмастан, үйдегі қызы көмек сұрап айқайлады. Ол жүгіріп шыққанда тек әйелі мен қызын көреді. Әйелі келесі секундта жоғалып кететіндей қайта-қайта жылтылдайды. Айналадағы қоршаған ортаның тез өзгеріп жатқанын көрген отбасы бір-бірін қатты құшақтады. Кенет әйелі күйеуін итеріп жіберді де қатты айқайлай бастады. Беті пиксельдік пішінге айналып бірнеше секундтан кейін қалпына келеді. Тек Жүнбетке ғана дым әсер болмады. Содан аспанда қатты дауыс шығып, белгісіз аспан денесі айға соғылып, барлық әлем жоғалып кетті. Себебі Жүнбет бүкіл ғаламды қайта іске қосып, қызы бар уақытқа қайта оралғысы келген екен. Дүние қараңғыланып, жүйе қайтадан жұмыс істей бастады, және ғаламда тағы бір үлкен жарылыс болды. Әлемдегі барлық нәрсе пайда бола бастады. Бірте-бірте құс жолы және әртүрлі аспан денелері пайда болды. Содан кейін күн жүйесі дүниеге келді. Ақырында ол өзінің қызы өмірден озғанға дейінгі уақытқа қайта оралады.